Сәлем баршаға. Назарларыңызға психологиялық тест. Сіздің қолдарыңызды айқастыру кезінде бас бармақтарыңыздың орналасу тәсілі сіздің жеке басыңыз туралы көп нәрсе айта алады. Суретке мұқият қарап, қай комбинация сізге тән екенін еске түсіріңіз. Бірінші сурет бойынша оң қолдың бас бармағы жоғарыда. Бармақтардың бұлай орналасуы сіздің өте эмоционалды және керемет сезімтал адам екеніңізді көрсетеді. Сізде жанашырлық өте көп, сіз көп нәрсені көре және түйсіне аласыз. Табиғат сізге ерекше түйсік пен алтыншы сезім сыйлаған. Адамдар сізге оңай ашылады, өйткені олар сізге сенеді және сізден жанашырлық күтеді. Олар сіздің тарапыңыздан еш жамандық болмайтынын біледі. Соларға бірдеңе ұсына аласыз, бірақ қажет болған жағдайда үндемей қалуыңыз мүмкін. Сіз әрқашан бәрін мұқият ойластыратын және жағдайды мұқият талдайтын адамсыз, және ол шешімдеріңіз әрдайым дұрыс болып шығады. Екінші, екі бас бармақ қосылып параллель орналасқан. Сіз барлық нәрседе тәртіп пен үйлесімділікті жақсы көретін, өте сабырлы және байсалды адамсыз. Сіз кез келген жағдайда жанжалдар мен қиындықтардан аулақ болуға тырысасыз. Сіз өзіңізді өз ортаңызда жақсы сезінесіз. Сізде сенімді достардың шағын ортасы бар және бұл сізге жеткілікті. Сізге бейтаныс адамдардың үлкен тобы тудырған хаос ұнамайды. Сіз табиғатпен байланысты болғанда ұнатасыз. Кейде жай ғана серуендеуге, жай ғана отырып немесе жатуға, ештеңе жасамай, ештеңе ойламай жүргенді ұнатасыз. Сіздің өміріңіз баяу және бұл сізге ұнайды. Табысқа жету бұл сіздің стиліңізде емес. Үшінші, сол қолдың бас бармағы жоғарыда. Сіз өте белсенді және тік адамсыз. Сіз зеріктіргенді ұнатпайсыз. Сіздің өміріңізде әрдайым бір нәрсе болуы қажет. Сізге үнемі жаңа міндеттер мен мақсаттар қажет. Сіздің тез ішіңіз пысады және жаңа нәрселерді тез көргіңіз келіп тұрады. Сізде минутына миллион идея бар. Адамдардың үлкен тобында сіз өзіңізді судағы балықша сезінесіз. Әрбір ортада сіз ерекшелене аласыз. Және сізді байқамай қалу мүмкін емес. Сізге назар аудартқанды жақсы көресіз. Егер де бір нәрсе сізге ұнамаса, бұл туралы тікелей бетке айтасыз. Сіз өте оптимист жансыз. Алайда сіз өзіңіздің пікірлеріңізбен кейбір шешімдеріңіздің салдары туралы бас қатырып ойланып жатпайсыз. Егер де тест нәтижелері ойыңыздан шыққан болса, оны комментарийда жазып, пікір қалдырып кетіңіз. Лайк басып, біздің арнамызға тікелей кетуді ұмытпаңыз. Көріскенше күн жақсы.